Арайлап таң атты, алтын шуақ таратты. Жарқырайды күніміз, жайнай түсті даламыз. Біз ерекше баламыз, айтқан тілді аламыз. Достарды көргенде қуанып қарсы аламыз. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіздер. Балалар, бүгінгі біздің оқу қызметіміз математика болмақ. Біздер бүгін математикадан балалар қандай тапсырмалар күтіп тұрғанын көретін боламыз. Жарай ма? Қазір жылдың қай мезгілі? Күз. Дұрыс айтасыңдар. Күз мезгілінің неше айы бар? Үш ай. Атайықшы бұларды. Асықпайықшы. Қаттырақ бәріміз. Көкірек, қазан, қараша. Балалар, ал қазір болып жатқан қай айы? Қараша айы міне ертең бір күн ғана, сосын қараша айы бітеді, желтоқсан қыс мезгілі басталады. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, математика оқу қызметіне балалар орнымызға жайғасайық. Жайлап орындарымызға өтеміз. Олай болса, біздер оқу қызметімізді бастаймыз. Бізге біреу келіп тұрған сияқты, есік қағып тұрған сияқты. Кім екенін көрейік қазір балалар. Естіп тұрсыңдар ма сендер? Олай болса, қазір көрейік. Мә, балалар, бізге Айгерім Қуыршақ келді балалар. Ол жалғыз өзі ғана емес, ол өзінің сандықшасымен келген. Қазір неге келген, қазір көрейік қазір. Өзінің сандықшасы да бар екен міне. Өзі қандай әдемі ұлттық киіммен келген. Және қазақтың ұлттық балалар сандықшасы бар екен. Бұның ішінде не бар екен? Қазір сөйлесейік. Сәлеметсің бе, Айгерім Қуыршақ? Амандасамыз балалар? Сәлеметсіздер. Айгерім Қуыршақ айтады балалар. Ол бүгін сіздердің білімдеріңізді тексеруге келген екен. Өздеріміздің білетін білімдерімізді көрсетеміз бе Айгерімге? Оның балалар көптеген мына сандықшаның ішінде тапсырмалары бар екен балалар. Міне, мынаның ішінде көптеген тапсырма бар екен. Олай болса қайсы ашып көреміз бе балалар? Ашайық, қайсы көрейік ал? Ал балалар, бірінші тапсырманы көрейік міне. Бірінші тапсырманы оқиық. Маған сандарды атап беріңдер. Және тура және кері санап беріңдер дейді. Балалар, дайынсыңдар ма? Ал олай болса қазір бастаймыз. Жарайсыңдар қазір? Ал олай болса, міне бізде тақтада балалар нелер бейнеленген? Сандар бейнеленген. Мариям, мынау қандай сан? Жарайсың. Бексұлтан, мынау қандай сан? 2. Дұрыс. Ал Айзада қандай сан? Жарайсыңдар балалар. Балалар, айтыңдаршы. 2 санның ішінде қанша алма бар? 2 санның ішінде қанша алма бар? 2 алма бар. 3 санның ішінде қанша алма бар? 3. Дұрыс айтасыңдар. 1 санның ішінде қанша апельсин бар? 1. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ал жақсы, олай болса сандарды дұрыс атадыңдар. Ал енді балалар, маған тура және кері санап бере аласыңдар ма? Олай болса мен тура санауға тақтаның алдына Аянатты шақырамын, келе ғой. Міне, ол тура санайды балалар. Мына қараң балалар, Айгерімнің өзінің мынадай әдемі қоржынында бар екен. Сол қоржынның ішінде санайтын көкөністер мен жемістер бар екен. Мында келе ғой. Мында келе ғой. Ал, сен біреуін ал, сосын санап шығар. Қайсы? Санап
Аянат тоқта. Міне тура санады. Енді Исламбек келе ғой Аянаттың қасына. Кел бізге енді сен кері санап берші. Стай ғой. Сана қатты дауыстап. 3, 2, Дұрыс па балалар? Жарайсыңдар балалар. Қайсы барлығымыз бірге тура санайықшы. 1, 2, 3. Жарайсыңдар. Ал енді кері санайықшы. 3, 2, 1. Дұрыс па? Дұрыс санады ма балалар? Жарайсыңдар. Рахмет сендерге. Орындарымызға жайғасамыз. Олай болса балалар. Енді жеке әркімге тапсырма. Мынадай тәрелкелерде кішкентай дөңгелектер бар балалар. Сол дөңгелектің үшеуін алдымызға алып қоямыз. Тура және кері санап. Ал балалар, олай болса үстелдің үстіне қойдық қой. Ал енді жеке-жеке тура және кері маған санап беріңдерші. Бексұлтан санай қой. 1, 2, 3. Тура енді кері сана. 3, 2, 1. Жарайсың. Ырысбек. 1, 2, 3. Жарайсың. Ал Мариям санай қой. 1, 2, 3. 1, Жоқ. 3, 2, 1. Жарайсың, дұрыс. Сындар. 1, 2, 3. Исламбек көмектесіп жібер. 3, 2, 1. Жарайсыңдар. Ал енді Бексұлтан сен айта қой. Қатты, дауыстап. Жарайсыңдар балалар. Қол соғайық қайсы. Әйгерім қылшақ. Көрдің бе біздің балалар қандай турада және керіде санап біледі екен. Балалар жарайсыңдар. Тәрелкенің ішіне салып қоямыз. Орнына тәрелкені қоямыз. Тура және кері санап бердік балалар. Қойыңдар балалар. Жайлап қоямыз. Балалар енді Әйгерім қуыршақтың балалар бірінші тапсырмасын салып қояйық міне. Енді екінші тапсырмасы не екенін балалар көрейік, жарай ма? Олай болса, балалар екінші тапсырмасының қазір оқиық. Мынадай дайын тұрған карточкаларымызды алдымызға аламыз, жақындатамыз дейді балалар. Жасыл түсті карточкаларымызды жақындатамыз. Сол жерде балалар заттарды санай отырып, тиісті санға резеңкемен қой дейді балалар. Резеңкемен апарып қой дейді. Түсіндік пе балалар? Карточкамызда балалар біздер суреттегі заттарды санай отырып, тиісті санға резеңке арқылы апарамыз. Түсіндік пе? Ал олай болса бастаймыз. Ал бастаңдар. Балалар жасай беріңдер. Біз барлығымыз қайсы дұрыстап орындаймыз. Дұрыстап орындаймыз барлығын, болыңдар дейсіз. Ал орындап болсақ балалар, қазір Аянат аяқтасын, сосын қазір тексереміз. Дұрыс па екен, бұрыс па екен, қазір көрейік қазір. Ал балалар, олай болса, мында неше машина бар? Қандай санға апардың сен оны? Жарайсың, дұрыс. Ал Аянат, міне мында неше, қанша қонжық бар? Қанша қонжық бар? Сен қандай санға апардың? Қандай санға апардың? Жарайсың, дұрыс. Бексұлтан, мында қанша қуыршақ бар? Мында қанша қуыршақ бар? Мында қанша қуыршақ бар? Қандай санға апардың сен оны? Қандай сан мынау? Дұрыс.
Дұрыс. Мында қанша қоян бар, Ырысбек? Ал қандай санға апардың сен оны? Қандай санға? Дұрыс жасапсың, дұрыс орындапсың. Мариям, мында қанша ат бар? Bir. Ал қандай санға апардың сен? Yakka. Мынау қандайсы? Бірге. Жарайсыңдар балалар. Қол соғайықшы балалар. Айгерім құлшақта балалар. Қуанып жатыр. Барлығын дұрыс орындап жатыр екен. Балаларымыз қандай балалар? Білімпаз екен деп жатыр. Жарайсыңдар балалар. Карточкаларын жоғары алып қоямыз. Ал енді біздер балалар шаршаған болармыз, иә? Біздер кішкене тынығып, саусақ ойын өткізейік. Орнымыздан тұрамыз. Үстелдің екі шетіне бірге айтып, саусақ жаттығуын жасайық. Қал бәріміз тұрып дайындалып алдық па? Исламбек. Ал дайынбыз ба? Олай болса қайсы? Бір саусағым тіпті де, іле алмайды жіпті де. Екі саусақ бірікті, ине қолға ілікті. Үш саусағым орамды, жүгіртеді қаламды. Өнерленген 10 саусақ, қала салсақ, жол салсақ. Ал енді жайлап айтайық балалар. Бір саусағым тіпті де, іле алмайды жіпті де. Екі саусақ бірікті, ине қолға ілікті. Үш саусағым орамды, жүгіртеді қаламды. Өнерленген 10 саусақ, қала салсақ, жол салсақ. Ал енді жайлап айтамыз. Бір саусағым тіпті де, іле алмайды жіпті де. Екі саусақ бірікті, ине қолға ілікті. Үш саусағым орамды, жүгіртеді қаламды. Өнерленген 10 саусақ, қала салсақ, жол салсақ. Жарайсыңдар. Орындарымызға отырамыз. Ал Айгерімнің келесі тапсырмасын, үшінші тапсырмасын көрейік балалар. Айгерімнің үшінші тапсырмасын мұқият тыңдаймыз. Піл үлкен бе, тышқан ба? Жарайсыңдар. Орындық бейітпе, үстел ме? Не үлкен, торғай ма, жапалақ па? Сендердің бастарында қанша шаш бар? Аспанда түнде қанша жұлдыз болады? Кірпінің қанша инесі бар? Ал сендерде қанша мұрын бар? Шатыспаңдар, қанша мұрын бар? Ой балалар, иә? Ал күн нешеу аспанда? Еден төменде, ал үйдің төбесі қайда? Дұрыс айтасың. Балалар, жер қайда орналасқан? Дұрыс. Балабақшаның жанында қандай үйлер бар? Көп және биік және дұрыс айтасыңдар. Жақсы. Қызыл түсті нелерді білесіңдер? Нелерді білесіңдер қызыл түсті? Алма, молодец. Қызанақ, дұрыс тағы не? Қызыл түсті шатыспаңдар. Анарылар тағы да қызыл түсті, солай ма балалар? Кемпір қосақта қанша түс бар? Дұрыс, радуга, дұрыс, иә. Бағдаршам
пішіндерімізді қайталап кетейік, көрсетіп кетейік білімізді. Келістік пе балалар? Олай болса, балалар, мынау қандай пішін бізде? Шаршы. Ал Мариям, қандай пішін? Қандай пішін? Үшбұрыш. Ал балалар. Ал Айзада қандай пішін? Қатты айта қой. Дөңгелек, дұрыс айтасың. Ал Исламбек қандай пішін? Төртбұрыш дейміз балалар. Төртбұрыш. Жақсы балалар. Біздер пішіндерді білеміз екен, иә? Қайсы бірге барлығымыз қайталап өтейікші. Шаршы, бұрыш, дөңгелек, төртбұрыш. Жарайсыңдар балалар. Тәрелкедегі балалар пішіндерде әртүрлі бейне жасауға кірісеміз. Ал қандай бейнелер жасайды екен? Көрейік қайсы? Көрейік қандай бейне жасайды екен? Ал жақсы. Жасаңдар ал. Жасайық ал қайсы? Көрейік. Ал балалар, жұмысымызды, тапсырмамызды аяқтасақ, біздер пішіндерден қандай бейне жасағанымызды айта кетейік. Сен не жасадың, Аймерей? Жарайсың. Ал Сәтжан, сен не жасадың? Жарайсың. Ал сен де Бексұлтан не? Шырша дейміз қазақша, иә? Ал Аянат, сенде қандай не бейне? Жарайсың. Ал сен де Ырысбек, қандай бейне жасадың? Жарайсың, үстел жасапты. Қандай өзгеше бейне? Алсындар, сенде не? Жарайсың. Ал Исламбек, сенде қандай бейне? Жарайсыңдар балалар. Қандай керемет, қандай әдемі. Қол соғамыз өзімізге. Керемет тапсырмаларды орындадық балалар. Пішіндерден әртүрлі бейне жасадық. Айгерім сізге рахметін айтып жатыр. Қандай білімді, түстерді барлығын білетін балалар екен. Балалар, біз бүгінгі оқу қызметімізде нелер туралы айттық балалар? Айтыңдаршы. Нелерді айттық? Оларды не дейміз балалар біздер? Сандарды айттық. Сосын не айттық балалар? Мыналар нелер? Иә, оларды барлығын не дейміз? Пішіндерді айттық. Солай ма балалар? Карточка тапсырмаларды орындадық балалар. Жарайсыңдар балалар. Бүгін барлығы сабаққа белсенді, жақсы қатысты. Ал енді балалар, Айгерімнің сіздерге құр қол келген жоқ балалар. Тапсырмаларды барлығын жақсы орындаған үшін балалар, сіздерге мынадай әдемі қараңдар балалар. Жұлдызшалар ала келіпті балалар. Әдемі бе балалар? Керемет. Олай болса, қазір балалар, мен сіздерге осындай әдемі жұлдызшаларды таратамын балалар. Міне қараңдар. Әдемі ме балалар? Әдемі. Мынау балалар, Айгерім қуыршақтың сізге сыйлап жатқан балалар. Жұлдызшалары. Түстері қандай әдемі жылтырап тұр балалар. Керемет балалар. Ұнап жатыр ма сендерге балалар? Ал болай болса балалар, біздер бүгінгі оқу қызметімізді аяқтаймыз. Айгерім, қуыршақ, менің кетуім керек. Менің басқа да топтарға барып, балалардың білімдерін тексеруім керек деп жатыр. Айгерім, қуыршаққа не айтамыз балалар? Сау болыңыз дейміз. Тапсырмалар ұнады ма сендерге? Жұлдызшалары берген, таратқан ұнады ма сендерге? Жарайсыңдар, қол соғайық Айгерім қуыршаққа. Сау бол деп Айгерім қуыршағымызды шығарып салайық балалар. Сау болыңыз айтамыз.
сонымен бүгін біздің оқу қызметіміз, математика оқу қызметіміз аяқталды. Барлығыңыздың қатысқандарыңыз үшін көп рахмет айтамыз. Айгерім Қуыршақта сіздерге риза болып, басқа топтың балалардың білімдерін тексеруге кетті. Рахмет сендерге.